Ақтоғай ауданының Нарманбет ауылында ауыл күні думандатып, дүбірлетіп тойланды. Ұлттық спорт түрлерінен жарыстар жалауын желбіретті. Аламан бәйгеде арғымақтар ауылдың шаңын аспанға шығарды. Концерттік бағдарламада дәстүрлі әншілер мен эстрада жұлдыздары жергілікті жұрттың санасын серпілді. Нарманбет ауылындағы ауылым алтын бесігім атты шараға жиналған халықтың санында есеп жоқ. Торқалы тойға еліміздің түкпір-түкпірінен келген зиялы қауым мен жерлестер ауылдағы ағайын бір-бірімен сағынса қауышты. Туған өлкелерінің өрлеген өркениетін, көркейген келбетін көргенде олардың жүзіне шаттық үйірілді. Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Ақиық ақын Абзал Бөкенде Алматыдан ауылына ат басын тіреді. Киелі туған жер топырағы, шалқар шабыт тума талант сыйлағанын айтады арда азамат. Елімді жұртымды көріп, көңілім барқайып, жақсы бір көңіл күйде тұрмын. Ауылды көтеретін азаматтар ғой. Азаматына қарап ауылды таны дейді. Сол мына азаматтарды көріп, мынандай үлкен игілік шаруалар тындырып атқанына көңілім сүйсініп, көңілім тойып тұр. Нарманбет ауылындағы кең пейілді халықтың бірлігі бекем, тірлігі тәуір. Шаруасы шалқыған, ынтымағы жарасқан өлкеде 546 адам тұрады. Мұндағы жұрттың басым бөлігі мал шаруашылығына бет бұрған. Туған жерін түлету мақсатында азаматтар мен жас буындар жан жүрегім ауылым деген иллюминация орнатыпты. Еңселі елді мекендегі спорт алаңында атымтай азаматтардың қаржысына жаңартылған. Осы дәстүр бойынша мектеп бітірушілер, түлектер өздерінің ауылға деген сый құрметімен жылда ауылымыздың көркейту үшін өз үлестерін қосуда. Мектеп түлектері 76 жылға 93 жылға бітірген осы ауылымыздың Манарбек Ержанов атындағы мектеп алдына Манарбек Ержанов ағамыздың бюсті қойылды. Сіздерге мың алғыс, шаңырақтарыңызға шаттық пен қуаныш береке тілейміз. Мәні мен мазмұны сызған тойда төл спортымыз жаңғырды. Жарыста кіл-мықты тәжірибесі толысқан палуандар белдесті. Сайыста 80 және одан жоғары салмақ дәрежесінде 32 спортшы сынға түсті. Бабы келісіп, боз кілемде бағын сынағандардың бірі қазақ күресінен әлем чемпионы Айдос Ғалымов. Спорт саңлағы күштілердің мысын басып, жеңістің жалауын желбіретті. Осылайша ол оқ бойы озық шығып, ірі қараны еншіледі. Түйе палуан. Сол түйе палуанда белдестім. Өте тартысты белдесу болды. Астанадан палуандар келген, Нұр-Сұлтан қаласынан. Екі белдесу жасадым. Бір белдесу бос болдым. Екі палуанды отып, ақтық сайысты. Азаматтар атынан бір сыйақы алдым. Жарыстың деңгейі, ауылдың ұйымдастыру өте керемет. Ауылымыз дами берсін. Ал Нарманбет ауылының ұланы Лұқпан Жортарып қазақ күресінің әдемі үлгісін көрсетті. Әккі палуан бірінші орынға қол жеткізіп, оған мотоцикл бұйырды. Қарсыластар оңай болған жоқ. Жалпы Нарманбет ауылының барлық азаматтарына осындай үлкен іс-шара ұйымдастырған ауыл азаматтарына, азаматшаларына барлығына алғысымды айтамын. Думанды тойда ұлттық ойындарымыз ұлықталды. Төл спортты төргөздірген тартысты бәсекеде сауырына қамшы салдырмайтын, тебініп қалса желмен жарыса жөнелетін 23 тай 6 шақырымға шапты. Құнан жарысында 20 қамыс құлақты, құйма тұяқты қамбар ата баласы Жапан даланың төсінде көсілді. Ағайынның арқасын қоздырып, қиқуға бастырған аламан бәйгеде 40 қас тұлпар 35 шақырым қашықтықты санаулы уақыт арасында бағындырды. Сәйгүліктер сайын дала төсін дүбірге бөледі. Топқа түскен арғымақтардың арасынан мәре сызығын Құрылыс ауылынан келген Төлеубек Ермағанбетовтің вертолет атты жүйрігі бірінші болып кесті. Тұлпар мен шабандоз бас жүлдеге тігілген жеңіл авто көлік тұтты. Екінші орында Нарманбет ауылындағы Нұрманның Ақтолқын атты сәйгүлік алды. Үшінші орынға Нұра ауданынан әкелген Құлагер деген тұлпар табан тіреді. Сайысқа қатысқан жеңімпаздар мен жүлдегерлерге бағалы сыйлықтар мен тай және бұқа мотоциклдер табысталды. Қатты дайындыққа түсті. Содан енді дайындап осы дәрежеге жеттік. Сол енді өзіміз қуаныштымыз осылай астымызға осындай ат келгеніне. Атты өзім ауылдан 70 деген бір азамат ағамыздан алғамыз. Жайған шауытты. Сын 5 күл қалған кезде жоқ қосты скорс. Тіке 500 метр қалған кезде жоқ қамшыласып айтады. Дәстүрлі әннің дүлділі Дәуренбек Аркентте халықтың тамырын бүлкілдетіп, рухын асқақтатты. Ауылым алтын бесігім атты шара эстрада жұлдыздарының қатысуымен әдемі концерттік кешкі ұласты. Музарт тобының солисі Кенжебек Шанабілов пен дарынды әнші Айгерім Мамырбалар әсем әндерді тыңдарманның жүрегіне жеткізіп шырқап, халықтың көңілін көкке көтерді.
Тоқтар Ахметоллаұлы, Қабыл Байдуллаұлы, Назым Думанқызы, Сарыарқа телеарнасы үшін арнайы Ақтоғай ауданына қарасты Нарманбет ауылынан.